Тегі не болып жатыр мына жақта? Блин, тор. Ой, ё-моё, мама, қашан келгенсіз? Бір күн болды ғой. Йо, чай қойын мен. Йо, чай қоятын газда жоқ қой, мен айтпақшы. Грядка жинап күн көріп жатқан ғой мына жақта. Шу өзіңіз істеп жүрсіз. Сенің қаныңды ішуге келдім. Мақұл, мен далаға шығайын. Тоқта. Ау? Сыртқа шықпайсың. Оля, сыртқа шықпайсың дегеніз? Не болды? Екіде бір болды, қанға бересің. Мен хотя бы грядканы жинап келейін да. Қапасын Ой, қадырмыз. ё-моё. Мақұл, тез грядканы жинап келейін. Так. Ой, ема. Ауылдан мамам келіпті ғой. Так, мына жерде біздерде. Так, короче, мына жерде біздерде мамам келіпті. Грядканы жинайын деп кетіп қалдым. Негізі грядканы кеше жинап қойғам. Че там жетелер, қалайсыңдар? Жақсы, өзі қалайсың? Жақсы, ауылда мамам келіп көрдіңдер ма? Иә, көрдік. Ема, мне косяк, короче, үйім бықсып жатыр, сасып. Не үшін? Түні бойы осып жатамын ғой мен. Ой, ё-моё. Сол, короче. Мақұл, давайте мамаға барып қайтайын. Так, ё-моё, мен бүгін планда отырмын, қалаға барам деп мама келіп қалыпты. Ема, ол не істеймін мен енді? Обязательно бару керек. Че там, мам? Иә. Мақұл, мам, далаға шығайық онда. Даланың бәрі немене бәле? Иә, кеше түнде, короче, жиделер жиналған ғой, соған сала саған ба айтпесе. Мен бұны негізі болмайтын не, иә, мам, қазір жинаймын ғой. Все, жинап қойдым мынаның бәрін. Так, короче, все. Че там, мам, мен не істейміз бүгін? Бүгін еше қаңғырмайсың? Мен бүгін қалаға баратын едім, негізі ше. Ё-моё. Короче, қалай видеозвонокпен звондаймын, қазір кетесіз, еще мен ұстап қаласыз ба ауылда, мен не істеймін ауылда? Қалаға бармағалы да көп болды. Мақұл. Так, ё-моё. Не істеймін яқта мен. Так. Мам, мына жақта, короче, дым білмеймін мен мына жақта живу үшін. Ана шетте ауылда білмеймін, мама, ауылда шакалдар бар, кетіп қалыңыз дейсіз қалаға. Мен қалаға артыңыздан барам, бірге барайық болмаса. Кім ұтады? Оның айтқаны болады. Ну, давай, түрме салып жарсық, түрме салып. Бақ, түрме не үшін? Мен ұтылсам, түрмеде қалам бір ай бойы. Еба, мақұл, жарайды. Келістік, кім салады? Ну, ладно, келістік. Достар, короче, біздер бүгін бедро салатын боламыз. Енді жағысып, бірінші мен бастайым дедім. Короче, мен мысалға бедро түрменің сыртын, достар, бедрокпен қоршаймын. Вот осылай бедрокпен қоршап шығамын. Маған шағын түрме жасасам жетеді. Мама енді шілей ондай қатты түрме жасамайынша деп ойдамын. Осындай 4 бұрышты, так, как положено. Так, 4 бұрышты не жасап шығамыз. Так, енді, так, опа, вот бедроктан жасадық. Енді біздерге қазір несі құю керек? Так, осылай. Так, сырты бедрок болса ештеңе тие салмайды ғой, дұрыс па? Вот, мен қазір маманы ұтам да қалаға кетіп қалатын боламын, достар. Вот, сендер маған лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Тез. Так, мынақты бүйтіп сызып тастайық. Опа. Все. Опалкасын құрдық, короче. Енді ашетін бәрін черт чисто қоршап тастаймыз. Терезе ештеңе қалдырмай, қара түнек қылып тастаймыз мынаяқтың барлығын. Так. Опа. Все, қара түнек болды деген ойдамын. Қара түнек болса болады да енді, көреміз енді. Қара түнек деп қоясың ғой. Все. Мынаяқтың барлығын қоршап тастап, мама қалай салады екен, бірақ маманкінен слабый болып қалса, достар, мен ё-моё бір ай бойы түрмеде отырамын. Сондықтан маған тупить етуге болмайды. Вот мынаяққа. Так, опа. Все. Мынаяқтың барлығын біттік. Төбесін немен істесем болады? Ол төбесі дейтін не важный? Негізі төбесіне де жарық түсіп тұру керек шығар. Давайте бүйтіп тастайық. Или төбесін. Қош төбесіне дейін шлей. Төбесін теспейтін шығар. Енді мама түрме көрген дейсіңдер ма? Ё-моё. Мама да оценкасын береді да қояды ғой. Так. Все. Болды. Төбесі жарық болды. Енді біздерге түрменің мынандай несін қою керек. Так, ол қаяқта біздерде. Вот, мына железный крутья. Түрменің несі, достар. Примерно түрмені қиын, там қара қапас. Сондай қылып ше. Шөптің бәрін ложын қазір бүйтіп алып тастаймыз мынаяқтан.
Так, все. Енді достар, түрмені қара қапас қылатын біздерде кез келді. Так, ол үшін біздерге қазір дверь деп жазамыз мынақа. Так, дверь. Что случилось? Так, дверь деп жазамыз достар. Біздерге мыняқта мынандай дверь қоямыз и енді біздерде қараңғы батып бара жатыр ма не? Так, маманың. Так, енді вот былай мына жаққа. Тоқта, мынау есік қойпақшы. Біздерде есік болмайды. Так, опа. Мына жаққа бір есік қоямыз да дальше осылай істеп шығамыз. Так, сыртын. Так, опа. Менің түрмем негізі четкий әрі комфортный шығып жатыр. Байқап тұрсыңдар ма, достар? Походу четкий болып тұр менің түрмем. Так, былай. Қанша жыл Майнкрафт ойнасам да мен негізі қатты неме емеспін ше, профи емеспін үй салудан. Ойбай. Так, түрмеге и осылай. Все. Мынау, короче, біздерде ашылмайды. Да? Жоқ, ашылмай ма не? Дверь болса фабричный мынандай қойықшы. Вот осылай ашылады, сыртынан ашылады. Все, достар, осыны түрме жасадық. Енді біздерге түрмеде негізі біздерде качоктар, сондай адамдар келеді көбінесе түрмеге. Сондықтан біздер қазір түрмеге жақсы нәрселер қойып тастайтын боламыз. Бұл түрменің заттары қайсында тұрды? Қазір тауып аламын. Қазір тауып, таптым. Так, мынандай қойып қойық и ош жүгіретіндей бір груша қойып қойық. Болды, чистый бандиттар келетіндей. Так, и мына жаққа қайсында есен? И мына жаққа біздер не қойып қоямыз? Все болды. Болды, әдемі болды ма? Болды ғой, четкий болды. Сыртына бір железный немен ұрып жібереміз. Так, железный дверь. Жоқ па не? Нақыл дверь дейсілайықшы. Вот, достар, железный дверь. Короче, біздің неміз осындай болды. Өте керемет. Енді қазір менің анам осына оценивать етсін. Ой, мына баламның көргенсін көрейін енді. Мына аяқты. Так, немене берем мынау? Немене берем мынау? Өбейсен адам смело шығып кетеді ғой мына аяқтан. Мына жерін немене береді? Жерді қазып ақ шығып кетеді ғой. Әні? Рас деген не? Мен бере салам ғой үшін. Бұрамда не қасы шығып кете салам мына аяқпен. Баламның істеген немене бәлем мынау? Ё-майо. Мынағында түрме дей ма? Бұны түрме демейді. Бұны таза шарага дейді. Ай, өзім көрсетіп самасам осы. Ал енді менің кезегім. Так, баламды бір ай бойы еш жаққа жібермей қаңғымайтындай қылып самасам. Так, мына аяқтан біздер түрмеге не керек? Әрине бедрок. Мен баламны ұрлағаным емес, бірақ бұл бедрок жоқ. Мен бедрокпен емес, обсидианмен істейтін болма, короче. Обсидиан бәрібір қолда керегі жоқ, бәрібір істейді обсидианмен істемейді. Ол үшін біздерге бай деп шығу керек. Сәл баламнан дәу қылмасам мына үйді. Вот. Так. Опа. Болды аяқты кесіп тепсеңіз. Достар, сендер менің баламның арнасы лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Так, мынаға бүйтіп. Мен баламның арағына тезбін. Мен бұндай нәрселерді көп істеймін кезінде. Өте керемет. Түрменің қандай болатынын мен қазір балама көрсетіп берейін. Ой, балам-ай. Қалай істеген? Түрме дегенде де солай істей ма? Ой, мен кішкентай кезінде айттым, полиция бол, қазір жүр ауылда. Әркімнің рәкісін жинап айттым, кезінде полиция бол, деп. Мен тыңдамайды. Түрме деген қатал бол. Түрмені салам мен ше? Түрме деген қаталырақ түрме болу керек қой. Условиясы бар түрме жасап қойыпты өзінше. Ол түрмеге кімнен түскісі келмейді сосын? Қатырады, ё-майо. Так, мен баламның аяғына тезім ба? Достар, комментария жазып кетіңдер. Опа. Тас қараңғы түрме қылып тамасам. Так, опа, жердің астынан да шығамайтын қылып. Бай. Төрт ұшты. Кафеда біздікі. Чисто фабрика ғой біздікі. Төрт ұшты деген әңгімелер ше. Так, машеттен
Былай тез былай. Так. Şu. Şu. Төбесін қазір енді біздер бедрок аламыз. Бедрокпен жауып тастаймыз. Тез. Достар, сіздердің іштеріңіз пісті ма? Видеоны өткізіп жатсыздар ма? Өткізбеңіздер, достар. Мен үшін өткізбеңіздерші, өтініш. Мен сіздер үшін видео түсіріп жатырмын ғой балам каналында. Так, енді тік шығатын жеріне қалып қояйық. Енді жерді былай қазып тастаймыз. Оны ағашпен ағалтайыншы. Так. Болды, бетон дейміз, мынаны оның орнына бедрок қоям. Ай. Неғып бедрок қойдық, енді неғып лампочка ма, бір жоқ факел қоя салайық. Кәдімгі ше. Кел қойып тастаймыз неғып. Төрт жағына қап-қараңғы. Түннің түтмесі қорқынышты, достар. Енді неғып енді бүйтіп қоя беруге болады. Вот. Неғып бәрін жалғасып кетеміз, достар. Кімнің түрмесі мықты болды, жазып кетіңіздер. Не деймізде, вот оборотная, вот осындай ес қой көріп қой. Вот, мені сатайын. Енді мына аяқта біздер бүйтіп жауып тастасақ, вот жауып тұр деп ойлаңдар, достар. Вот өте керемет болды. Лайк басып ана жазуды ұмытпаңыздар. Күніңізге мықты болды. Давайте.